Жалпы бүгінгі сіздерге сабақ беретін алдағы бір сағатыңызда жаңағындай дәріс беретін, түсіндіретін, үйрететін мен және Меруерт ханым өзіңіз толық таныстыра кетсеңіз. Мен өзімді таныстырып өтейін. Барлықтарыңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Менің жалпы есімім Ерғали Меруерт Дүйсенғали қызы болады. Мен осы логистика саласында Қытай мен Қазақстан бизнес екеуінің ортасына жүргеніме 1,5 жылдан аса уақыт болды. Менің қазіргі таңда 200-ден аса нақты өзімнің оптовиктерім бар. Және де мен жалпы логистикада емес, жалпы бизнес саласына мен жүргеніме өзім 15 жасымнан бастадым бизнеспен айналысып. Одан кейін келе енді соңғы 1,5 жыл мен дәл осы логистикамен айналысып жатырмын. Және де қазіргі таңда мен поставщик емеспін. Қазіргі таңда осындай қалай жасау керек жолдарын үйретіп, өзімнің осы 1,5 жылдық тәжірибемен бөлісуді жөн санадым. Енді сіздерге мен жалпы түсіндіре кетейін. Көбінде қызық елдерге қалай алдыртамыз, не арқылы алдыртамыз деген сияқты. Сіздер мысалы, мен түсіндіре кетейін, сіздер көбінің ең актуальный вопрос дейді ғой. Актуальный вопрос барлықтарында мен поставщиксіз жаңағындай жұмыс істей аламын ба? Сіз поставщиксіз Қытаймен жұмыс жасай алмайсыздар. Жаңағындай егер де сіздің Қытайда туысқаныңыз болмаса, Қытайда өзіңіздің анаңыз, әкеңіз, білмеймін ғой, сондай кісілер болмаса, сіз поставщиксіз жұмыс жасай алмайсыздар. Өйткені менің қанша көргенім бойынша, менің үйренгенім бойынша, Қытайда ондай қазақстандықтардікіндей бір сенімділік, жаңағыда адамгершілік деген онша бола бермейді. Өкінішке орай, бәріне бірдей топырақ шашпаймын, бірақ та сондай жағдайлар көп кезде жатады. Сол үшін де сіздерге поставщикпен жұмыс жасаған Қытайда ең біріншіден ол главный фишкасы. Поставщикпен міндетті түрде жұмыс жасаңыздар, және де поставщик Қазақстанда болу керек. Міне сондай жағдайларда, мысалы, енді поставщик алдап кетпейді сіздер, бірақ алдаған күннің өзінде сіздер Қазақстанда жаңағындай ол поставщикке қол жетімді, былайша айтқанда. Ал Қытайдан сіздер қайдан іздейсіздер, кімнен іздейсіздер, оған не жасайсыздар деген сияқты сұрақтары және жауапсыз сұрақтар өте көп. Мен сіздерге енді нақты 1688 дегеніміз не? Мен түсіндіріп жатырмын, осы күнге дейін болып жатқан сабақтарымыз болсын, вебинарларымыз болсын, барлығында түсіндіріп жатырмын. 1688 дегеніміз ішінде 21 миллион заводтың товары бар үлкен сайт, Қытай сайты. Оның екі түрі болады. Көбінде сұрап жатады, Alibaba мен 1688-дің айырмашылығы неде деп. Екеуінің айырмашылығы 1688 дұрыс версиясы, ал Alibaba орысша версиясы, бірақ та жаңағындай оның өзінде көмектері болады Alibaba-ның 1688-ге. Ол қай жағынан қазір түсіндіретін болам. Және де 1688 Alibaba бар, AliExpress бар, одан кейін Taobao бар. Және 1688. Осы 4 сайт біздің нағыз қазір Қазақстандағы сондай жанып тұрған нелердің, программалардың нелері, ең мықты дегендер осы 4 сайт болып келеді. Енді мен жеке-жеке тоқталайын, ең дұрысы сіздерге, ең тиімдісі осы 1688. Неге? Өйткені сіздер 1688-де барлығы түсінікті, бағасы арзан, одан кейін поставщиктермен жұмыс істейсіздер, сосын барлығы нақты түсінікті. Ал енді жаңағы AliExpress көбінде білетін шығарсыздар, AliExpress-ті қазір жалпы Қазақстанның жартысы біледі. AliExpress-тің ішінде ол жақта сіздер поставщиксіз жұмыс жасайсыздар, бірақ та онда сіздерге жаңағыдай өзіндік 1688-дегідей ішкі доставка болмаса килограммы, уақыты деген сияқты сіздер кімнен сұрайтыныңызды білмейсіз, товар қайда деген сияқты әртүрлі нелерге сұрақтарыңызға жауапсыз қалады AliExpress-те. Сол үшін де AliExpress сіздерге не вариант, одан кейін AliExpress өзінің поставщиктің алатын услугасын товарға қосып жібереді, доставканың бағасын товарға қосып жібереді, сондай немен сіздерден сол бағаны шығарып алатын болады. Ал оның қасында 1688 әлде қайда тиімдірек, әлде қайда сіздерге безопасно дейді ғой, сондай болып келеді. Және де Taobao деген бар, ең соңғы несін айтып кетейін, ол Taobao, ол жақта бағасы қымбат. Taobao бағадан өте қымбат, ол жақта ұтып кетеді, бірақ ең тиімдісі Taobao'ның минимум 1 штук алуға болады Taobao'да, бірақ та сол ақшаға сіздер 1688-де минимум 2 штук ала аласыздар.
жалпы не айтып жатыр деген болсаңыздар, мен сіздерге көрсетейін. Иә, сіздерге 1688 жалпы мен қазір сіздерге неден көрсететін боламын, ноутбуктан. Өзінің түрі қандай болып келеді. Көрініп тұр ма? Қазір көрініп тұр. Болды, барлықтарыңыз көріп тұрған боларсыздар. Экранда көрсетіліп тұр сіздерге. Мұнда мен ноутбукпен ашып отырмын. Бұл телефоннан қарағанда версиясы басқа, сол үшін мен түсіндіре берейін. Кешеде түсіндіріп өткендей, сіздерге текстпен іздейтін болсаңыздар, мына строка тұр. Мынау 1688-дің өзінің строкасы, текстпен іздеу строкасы деп аталады. Бұл жаққа сіздер жаңағындай орысша емес, қытайша жазасыздар. Қытайша переводқа аудару арқылы, мысалға, қазір барлығыңыз білетін шығарсыздар, иә, футболка. Мысалы, іздейтін болсаңыз, футболканы іздегенде китайский упрощенный деген переводчик, Google переводчикті китайский упрощенныймен іздесер. Китайский традиционный сіздерге дұрыс аударып бермейді. Сол үшін 1688-ден қандай да бір товар іздейтін болсаңыз, сізге міндетті түрде Google переводчикқа орысша футболка деп жазыңыз ба, келесі китайский упрощенный таңдап, сол аудармасын осы мұндағы көрсетіліп тұрған строкаға салуларыңыз керексіздер. Сонда сіздерге товар шығарып береді. Одан кейін товарды суретпен іздеу деген бар 1688-де. Оны қалай жасаймыз? Дәл осы строкамен соңына дейін жүре берсеңіздер, көріп тұрған болсаңыздар, мұнда кішкентай фотоаппарат батырмасы тұр. Осыған басу арқылы телефоныңызға жасалған сіздердің галереяңызды ашады, осында бассаңыздар, галереяға кіріп, сол жақтан өзіңізге керек іздеп отқан товарыңызды басып іздесеңіз болады. Енді мен сіздерге түсіндіре кетейін, тағы мынандай жайт бар. Егерде жалпы суретті іздеген кезінде көбінде сұрап жатады, неге менікі шықпай қалды суретім деген сияқты сұрақтар өте көп. Неге? Өйткені сіздерде жаңағындай іздеген кезінде суретті өзіңіздің үстіңіздегі тұрған товарды болмаса қолыңызда тұрған товарды алып камераға сала салудың қажеті жоқ. Дәл сол 1688-де көрсетілген, дәл сол 1688-де берілген товарды алып скрин жасап, соны жасайтын боласыздар. Және де ол өте сондай үлкен несі, егерде 1688-ден суретпен іздеп табылмай жатқан болсаңыздар, значит қателік сіздерден кетіп тұр деген сөз. Ал бірақ 1688 өзіндік товарлар болмаса, жаңағындай 1688-дегі керемет мықты качествода түсірілген товарларды міндетті түрде тауып беретін болады. Сіздерге суретпен қалай, текстпен қалай және суретпен қалай ізделгендері түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай жалпы 1688 дегеніміз осындай программа болып келеді. Так, енді презентация ашу керек па сізге? Сосын тағы да айта кетейін, 1688 ол жалпы өзі бір азарт дейді ғой, сондай программа. Өйткені көбінде мен бұрын заказ қабылдадым, осыдан айтып отырмын ғой, 1,5 жыл жұмыс істедім поставщик болып. Сол кезде заказ қабылдағанда үлкен жаңағындай тәтелер болады ғой, үйінде декретте отырған кісілер көбінде айналысатын осымен. Сол кезде бастан аяқ кіріп кетеді екен, адыс қалады екен жайында. Ол дәл қазір Инстаграм бар ғой, дәл сондай, бірақ Инстаграм сияқты біреудің өмірін көрсетпейді, ол жақта сіздерге нақты товар көрсететін болады. Ол сондай программа болып келеді. Так, енді мен сіздерге қайттан 1688 ашу керек қой. 1688-дің мынау жалпы сіздерге мен немен бойынша көрсете берейін, мынау стрелка көрініп тұр ғой барлықтарыңызға, мен жылжытып жатқан мышкам. Мынау жалпы 1688-дің каталогы болып есептелінеді. 1688-дің каталогы осындай, главная страница осындай болып келеді. Және де мына жақтан товарларды көретін болсаңыздар, осы жақтан өздеріңіз керек товарларыңызды осы 1688-дің главная страницасынан астыға өту арқылы көре бересіздер. Және де мұнда көріп тұрған болсаңыздар, өздері бөлінетін, мұнда көйлек көрсетеді, аяқ киім көрсететін, жаңағыдай шапка көрініп тұр ғой, әртүрлі нәрселер суретте не көрсетілген, сол заттарды осы неге басу арқылы табуға болады.
осы жазулар арқылы. Болмаса мынандай жағдайлар болады, егерде осы товардың атын ұмытып қалған болсаңыз, мысалы көйлек іздеу үшін мына бірінші тұрған нәрсені, осы бірінші тұрған жазуды, текстті скопировать етіп, өзіңізге бір WhatsApp қалма бір жерге сақтап қойып, содан кейін өзіңізге керек күні, ақшаңыз болған күні скопировать етіп, осыны алып, вставить етіп, жаңағы строкаға, мындағы строкаға салып, іздеу арқылы көйлегіңізді таба аласыз. Сосын мен өте сондай үлкен нелерді білем, интернет-магазиндерді, көптеген интернет-магазиндерді білем, что осы 1688 бен айналысып жүрген, именно осы 1688 арқылы товарларын Қазақстанға алдыртып, сол арқылы ақша тауып жатқан біраз мықты деген интернет-магазиндерді білем. Олардың барлығы осындай немен, жолмен іздейді, және де сіздерге де болады былай жасауға. 1688 деген сияқты нелерді, соның товарларын сіздерге басып алып, галереяңызға жинап қойып, скринменен соны неге салып, фотоаппаратқа салып, мында көрсетіліп тұр ғой, осы фотоаппаратқа сол суретті салып, оранжевый кнопканы соңында бассаңыз, сізге керек товарды тауып беретін болады. Енді, жалпы мен сіздерге суретпен, қалай текстпен, қалай товар іздеу керек екенін түсіндірдім. Ол өте оңай нәрсе, 1688-дің ішіндегі ең оңай нәрсе осы суретпен және текстпен товар іздеу. Так, одан кейін, мен сіздерге айтайын тағы да. Орысша Alibaba дегенді скачать етіп алыңыздар. Ол Alibaba барлықтарыңызды Play Market'тан Samsung ұстайтын болмаса, басқа телефон, iPhone'нан басқа модель ұстайтын кісілер болса, сіздер Play Market'тан скачать етіп алсаңыздар болады. Ал жаңағындай iPhone ұстайтын кісілер App Store'ды білетін шығарсыздар, сол жақтан Alibaba'ны скачать етіп алып, сонан суреттерді орысша версиясын толық көріп шықсаңыздар болады. Және де сіздердің 1688 сайтында ішінде үйренетін заттар біраз көп. Бірақ мен соның ішіндегі бір мынандай жағдайларды айтайын, өзім складта жүрген кезінде жаңағындай именно носкиге байланысты, және де именно постельге байланысты біраз нелер болған, сондай түсінбеушіліктер. Ол қандай жағдайда болады? Жаңағыда 1688-ге кірген кезінде, товар таңдаған кезінде ішінде тұрады. Сонда постель таңдағанда міндетті түрде сіздер постельдің жазуы болу керек. Бірде 2 метр, бірде 5 метр, болмаса 2-де 0 метр, 2-де 2 метр деген сияқты. Ол не үшін? Өйткені мысалы мынандай жағдайлар болды. Постель таңдап, не келген кез, наволочка келген кез. Және де тағыдан да жағдайлар болған, носки таңдағанда 2 штук таңдадым деп ойлап тұр адам, бірақ та 1 штук носки келген кезде. Сондай сияқты сіздерге қиын емес, бірақ үйренетін нәрсе 1688-дің ішінде біраз көп. Поставщиктер туралы айта кетейін, сіздер алдағы уақытта кіммен жұмыс жасайтын боласыздар, сіздер поставщик арқылы жұмыс жасайтын боласыздар. Жалпы осы 1688-ден өзіңізге ұнаған товарды іздеп тауып, сол товарды поставщикке жіберетін боласыздар. Және де біздің сіздерге жаңағындай курстан кейін беретін поставщиктер, олар өздерінің Қытайдағы складтар өздерінікі, және де Қазақстандағы складтар өздерінікі болған себебінен оларды растаможканы білетін шығарсыздар, 1 килограммына 1100 теңге алады. Ол қазір Қазақстандағы былайша айтқанда ең төменгі баға болып тұрған сол кісілерде. Өйткені растаможкаға көбінде басқа логистикалар 1500, 1400, 1300 теңгеден алып жатыр. Так. Так, ендігі кезек. Так, бір барлығы жақсы естіліп тұр ғой, Так, ары қарай тізгінді мен ұстайын. Жалпы сіздерге танитындарыңыз бар, танымайтындарыңыз бар. Өзім таныстыра кетсем, жалпы есімім Дидар болады. Осындай қазір сіздерге Меруерт ханым Қытайдан қалай товар алып келу керек, қалай товарды іздеуге болады, бағасын қалай ажырату керек, тағы поставщикпен қалай жұмыс істеу керек деген секілді ақпаратты үйретті. Яғни Қытайдан қалай Қазақстанға товар алдырту керек. Мен ары қарай сіздерге оның Қазақстанда қалай сатылу жолдарын көрсетіп айтатын боламын. Жалпы мен есімім Дидар, жасым 22-де, осы күнге дейін 7 шақты кәсіппен айналыстым. Қазірдің таңда өзімнің 2 интернет магазиным бар, өзімнің бутигім бар. Яғни былайша айтқанда
маркетингтің тілін түсініп кәсіпкерлік жолда жүргеніме уже 2,5 жылдың көлемі болды. Былайша айтқанда қазіргі кезде сала таңдау командасының мүшесімін, акционермін, маркетолог болып жаңағындай өз қызметімді көрсетемін. Енді жалпы қараңыздар, сіздерге бүгін мен қалай товардың Қазақстанға келгеннен кейін сатылу жолдарын көрсететін боламын. Кез келген адам белгілі бір кәсіпке, товарға немесе қызмет түріне ақша салмас бұрын ол ең алдымен бірінші сенімді болу керек. Ол нәрсе өтетініне. Яғни сіздер қазір Қытайдан товар алдыртайын деп жатсыздар, мысалға айтып отырмын. Сіздер Қытайдан товар алдыртайын деп жатсыздар. Яғни сізге сенімділік керек, что ол Қазақстанға келгеннен кейін ары қарай өтетініне. Яғни оның сұранысы бар ма, жоқ па деген нәрсені ең алдымен сіздер біліп алу керексіздер, түсініп үйреніп алу керексіздер. Біздің маркетингтің тілінде АБ-тестинг деген нәрсе бар. Яғни кез келген нәрсеге ақша салмас бұрын сен оның сұранысын анықтап біліп аласың. Ол үшін біз не істейміз? Ең бірінші Instagram парақша ашамыз, яғни суреттер салып көреміз, жарнамаға жіберіп көреміз. Адамдар жарнаманы көргеннен кейін хабарласа ма, сұрай ма, звондай ма, яғни сапасын сұрай ма, бағасын сұрай ма, яғни қызығушылық таныта ма деген секілді. Егер адамдарда сұраныс бар болатын болса, сізге сонымен хабарласса, онда сол дүниеге, сол жаңағы кәсіпке, сол товарға ақша салса болады. Ал енді қараңыздар, осыған дейінгі нәрселердің барлығын, яғни біліп алу өте маңызды. Себебі осы нәрсені істемей, яғни білмеушіліктің арқасында қаншама қандастарымыз, қаншама ағаларымыз, бауырларымыз, яғни көптеген енді былайша айтқанда банкротқа түсіп, стресс, депрессияға айналып түбі. Яғни былайша айтқанда бақпай түсіп құйрықпен батып жатыр десек те болады. Бұны енді біреу білсе, біреу білмей жатады. АБ-тестинг деген мысалы кез келген жарнама алаңына, жаңағындай приложенияларға, яғни Инстаграмға, OLX-ға, ВКонтакте болсын, рассылкалар болсын, солардың барлығына сіздер жасап көресіздер. Товар келгеннен кейін Қазақстанның қай өңіріне сіздерге сұранысы мол екенін мысалы тоже білуге болады. Яғни сіздің тұрған жеріңізде ол товар өте ма? Яғни Алматы қаласы болсын, мейлі Астана, Батыс, Шығыс, Оңтүстік, Солтүстік Қазақстан болсын. Яғни кез келген жерде ол заттың сұранысы қаншалықты, яғни белсенділік бар ма? Мен сіздерге дәл қазір практика режимінде бір приложение көрсетейін, өте тиімді, өте қолайлы, екінің бірі істей алатын 5 жасар бала түсінетіндей экранда көрініп тұр ғой, Так, қараңыздар, Google-ды ашқан кезде сіздерге плюс батырмасын басасыздар. Google-дың өзіне жаңағы поисковый строкаға, яғни Google Trends деп жазатын болсаңыздар, қазір көрсетейін, Google Trends деп жазатын болсақ, бізде Google аналитика шығатын болады. Яғни осы приложение арқылы сіз өзіңіздің товарыңыз қай өңірден белсенділік танып тұр, яғни қай өңірден көп сұраған осы товарды. Яғни Алматы қаласынан ба, Батыстан ба, Шығыстан ба. Мысалы біз міне сіздерде ашқан кезде осындай сайт шығатын болады. Кішігірім Google-дың өзінің сайты. Ана жоғары жағында Россия деген жерден өзіміздің Қазақстанды таңдап аламыз. Яғни кез келген мемлекетті осылай тексерсеңіз болады. Яғни белгілі бір тек Қазақстанға ғана сатамын деп емес, басқа мемлекетті де тексерсеңіз болады. Басқа қалаға сатқанға мүмкіншілігіңіз бар болса, ол жаққа да жіберуге болады. Бұл Google Trends не үшін керек? Сіздің товарыңыздың сұранысы қай өңірден белсенді болып тұр. Мысалы, сіз Алматы қаласында тұрып Қытайдан товар заказ беретін болсаңыз, бірақ сіздің келген товарыңыз Батыста жақсы өтетін болса, немесе жаңағы Астана қаласында жақсы өтетін болса, сіз бірден біліп отырасыз. Яғни мына жерден Қазақстан дегенді таңдаймыз. Қазақстан деген жерден төмен жақта лупаның суреті бар жерге, мысалы, біз жазамыз товардың атын. Мысалы, адамдар Google-да не деп іздеуі мүмкін. Яғни сіз сатасыз дейді, мысалы, велосипед деп жазайық, мысалы. Сіз Қытайдан велосипедтер алдырдыңыз, Google Trends'қа кіріп, велосипед деп жазып, аналитикасын біліп аламыз. Яғни төмен жақтан Қазақстан таңдалып тұр. Соңғы 12 айдың ішінде сұранысын білгіңіз келе ме, жоқ әлде соңғы 1 сағат бұрын, 4 сағат бұрын, 1 күн бұрын, немесе 7 күн. Біз 7 күн бұрын деп жазайық, таңдайық. Бізде мына жақта уже аналитикасын шығарып беріп тұр. Яғни бойынша Восточный Казахстанский область, яғни Шығыс Қазақстан бізде 2-ші орында, Севері, Жамбыл, Атырауский область. Яғни мен бұның барлығын не үшін көрсетіп жатырмын? Ертең күні сіздер товар алғаннан кейін жарнама жасаған кезде көбіне осы Алматы облысы, Шығыс Қазақстан, я болмаса жаңағындай Жамбыл аудандарына жарнамаңызды жіберсеңіз болады. Яғни басқа жақтарда, мысалы Атырау облысы болсын, немесе міне 2-ші строкасын ашқан Павлодар, Маңғыстау, Ақтөбе деп тұр.
иә, Қызылорда деген секілді жақтарда сұранысы өте аз. Яғни осы секілді кез келген нәрсені біліп алсаңыз болады. Жоғары қарай шығарайық. Велосипедтен бөлек, мысалы, кез келген товар дейік, мысалы не деп жазсақ болады. Так, гардероб деп жазайық. Ол бола ма? Шкаф для одежды деген таңдайық. Енді қараңыз, ана жерде 7 күннің емес, мысалы сізге соңғы 1 ай бұрын дейік, мысалы 30 күн бұрын, 30 күннің ішінде қай жақта белсенділік жақсы болған. Міне көрдіңіздер ме, бұл жақта уже Маңғыстау облысы көп белсенділік танытқан. Яғни егер сіз шкаф для одежды сататын болсаңыз, Маңғыстау облысында сіздің потенциальный клиенттеріңіз, яғни өте көп. Түсінесіз, сол кезде сіз мысалы Алматы қаласына басқа қалада тұратын болсаңыз, Маңғыстау облысы, яғни батыс Қазақстан жақтарына, орталық, солтүстік Қазақстан жақтарында сұраныс өте биік. Яғни бұл не үшін көмектеседі? Бұл сіздің рекламный бюджетіңіздің үнемделуіне көмектеседі. Сіз өзіңіздің целевой аудиторияңыз қай жақта екенін білесіз, сұраныс қаншалықты екенін біле аласыз деген секілді өте қолайлы приложение. Одан кейін сіздермен тағы да бір ақпаратпен бөлісе кетейін. Жалпы АБ тестингта бізде товарды анықтау деп алдық. Мысалы, бұндай маркетингтің құралдары өте көп. Яғни кез келген товарды сатпас бұрын немесе сатып алмас бұрын сіз яғни бір қадам алдыда бола аласыз. Мейлі, сіз бұл нәрсені білмедіңіз, ертең күні товарды алып келдіңіз, ары қарай қалай өткізу керек. Мысалы, тағы да бір фишканы көрсетейін. Мысалы, кез келген қалада, қазір енді дамыған қалада Тугис приложениесі бар, білесіздер, иә? Тугис приложениесі бар. Тугис деп Google-ға жазамыз, мысалы Тугис Алматы деп шықты бізде. Енді қараңыздар, мысалы сіз келіп балаларға арналған бір ойыншықтар сатасыз, мысалы ағаштан жасалған ойыншықтар делік. Енді оны өткізу керек сізге Алматы қаласы бойынша, немесе басқа өңірлерге. Енді баланың ойыншығын кімдер алуы мүмкін, кімдер сатып алуы мүмкін? Оны сатып алады балалар көп жүретін жерде сатып алу мүмкін, яғни балабақшалар, баланы дамыту орталықтары, тағыста осы секілді, яғни балаға қатысты қызмет орындары сатып алу мүмкін. Я болмаса ата-аналар сатып алу мүмкін. Бірақ ең көбінесе сатып алатындар бұлар балабақша. Тугис приложениесіне кіретін болсаңыздар, ана жерде рубрика деген нәрсе бар. Рубриканы үстінен басасыздар, қарапайым ғана, образованияны үстінен басасыздар. Яғни кез келген нәрсені осы таңдасаңыз, детский сады дейді. Яғни детский садын таңдаймыз. Частный детский сады Алматы қаласы бойынша 705, государственный бізде 241 организация бар екен. Біз частный таңдалдық дедік. Мына қараңыздар, бізде уже мына жақта шықты, яғни ылғи бала бақшалар, мына Алматы қаласы бойынша көппен боялып тұрғандардың барлығы бізде бала бақшалар. Енді жақындатсаң көбейіп кетіналар. Бізді мыңды іздеп тұр ғой. Мысалы, кез келген үстінен басатын болсаңыздар, көктің үстінен мына жақта кез келген балабақшаның номер телефоны көрсетілген. Көрдіңіздер ме? Номер телефоны көрсетілген, Instagram парақшасы көрсетілген. Көбіне мына жерде тұрған номер телефондар бұлар WhatsApp-қа тіркелген. Сол себептен бұл қандай фишка? Яғни сіз осы Тугис арқылы кез келген балабақша номерін, мысалы 100 шақты балабақша номер өзіңіздің контактыңызға тіркеп аласыз да, және уже сізде өзіңіздің потенциальный клиенттеріңіздің WhatsApp номері бар. Яғни соларға уже воронка жасасаңыз болады, яғни рассылка арқылы, группаға қосу арқылы, тағыста, яғни өзіңіздің товарыңыздың артықшылығын түсіндіру арқылы, оның пайдасы жайлы, яғни балаға тигізер пайдасы жайлы, оның ыңғайлы екені, яғни уже товарыңызды барынша мақтап, жақсы жағынан көрсетіп, өз товарыңызды сатсаңыз болады. Мысалы, сіздің товарыңыз балаға қатысты емес, басқа қатысты. Мысалы, сіздің делік очки сатасыз делге, мысалы, оптикаға байланысты. Бұл жерден, яғни оптиканы да тапса болады. Яғни кез келген спорт, мысалы, спорт магазинде тапса болады, фитнес-клубтар, мысалы, секциялар неше түрлі. Еще деп бастаңыздар, мына жақта йогаға байланысты нәрсе сатасыз ба, спортивный школа. Яғни кез келген организацияның номер телефонын табуға болады. Номер телефон бізде білесіздер, ең клиентский база дейді ғой, былайша айтқанда, кімде клиентский база бар, сол король дейді. Яғни сізде қаншалықты көп номер болады, соншалықты сіздің сатып алатын клиенттеріңіз бар болуына себепші болады. Неге өйткені көп адам көрсе, көп адам хабарласады, көп адам хабарласа, көп адам алуы мүмкін сіздің товарыңызды. Енді қайттан өзіміздің презентацияға оралайық.
Енді жалпы сіздерге айтатын ақпараттар өте көп, бірақ уақыттың тапшылығына байланысты сіздерге қазір тек бетін ғана жүгіріп жатырмыз. Жалпы АБ-тестингте квиз-маркетинг деген нәрсе бар, яғни сіздің товарыңызды, яғни таңдай алмай жатсаңыз, квиз-маркетингті қолдану арқылы, бұлардың өздерінің арнайы құралдары бар, фишкалары бар, соны қолдану арқылы қандай товарды алып келген дұрыс, яғни клиенттің өзінен сұрау арқылы біле аласыздар. Және айта кететін нәрсе, біз осы карантин кезде қазір білесіздер, қазір мейлі осы эфирді вебинар қарап жатқан сізде, ертеңгі күні сіз Қытай саудасымен айналысатын болсаңыз, сіздің мысалы басым көпшілігінің магазині болмауы мүмкін, яғни склады болмауы мүмкін, тағысын тағы, яғни ол шектеу емес, сіз интернет магазин арқылы сатсаңыз болады. Мысалы біз карантин кезде құр жатпай өзіміздің интернет магазинімізді ашып дамыттық. Қазіргі таңда инвестор тартып уже бутикке айналдырып реализовать етіп бастадық. Яғни өзіміз жүріп өткен, яғни қандай фишкаларын қолдану керек, яғни жеке примерімен сіздерге түсіндіріп айтып береміз. Нарыққа анализ жасау керек, оны да толығынан түсіндіреміз, упаковкасын жасау, яғни маркетингте үңілсеңіз білетін, білмейтін нәрселер өте көп. Енді жалпы біздің бұл вебинардың жасап жатқан себебіміз, бұл Меруерт ханым екеуміздің басымыз қосып жатқан. Мысалы, мен Қытай саудасымен мүлдем айналысып көрмеген, яғни мен ол жағынан эксперт емеспін. Эксперт кім бізде? Эксперт бізде Меруерт ханым. Мен қай жағынан эксперт? Мен осы маркетинг жағынан, клиент табу жағынан, товарды сату жағынан экспертпін. Біздің идеямыз қандай болды? Біздің идеямыз осындай кішігірім бір қауым жинап, курс жасап, осындай Меруерт ханым Қытайдан товар келуіне дейін себепші болса, мен Қытайдан келген товарларды Қазақстанда өтуіне себепші болу деген секілді өзіміздің ортақ идеямызды біріктіріп курс жасадық. Курстың аты бізде саудагер. Жалпы енді біздің курс бір апталық, бірінші бізде лек болған, бірінші потокта бізде 161 адам қатысты. Ол бізде 10 шақты күн болды, 5 теориялық сабақ болды, 5 практикалық сабақ болды. Кері байланыстарын біз телеграм каналға салып жаттық. Яғни былайша айтқанда басым көпшілігі уже тапсырыс берді, бұйыртса енді 10-15 күннен кейін сіздерге нәтижесін көрсететін боламыз. Және де бізде қараңыздар, курстың нәтижесінде біздің курсқа қатысатын болсаңыз қандай нәтиже аласыз, яғни қандай білімді меңгеріп кетесіз, яғни сіз 16-8 қытайша сайтын толық меңгересіз, бағаны дұрыс есептей аласыз. Бұл өте маңызды, себебі мысалы Қытайдан сіз өте арзан бағаға аласыз. Біліктілігі жоқ адамдар мысалы бірге бір қоса салып сата алады. Ал басы істейтін адам болса, білімді адам болатын болса, өзінің техникасын қолдана алса, яғни бір товардың үстінен 5 есе 10 есе маржа қосып пайда көрсеңіз болады. Біз телеграм каналға әдейі пост шығарып жатырмыз, яғни 1688-де қанша тұрады, Қазақстанда сатылып жатқан бағасы қанша деген секілді. Яғни сізге бағаны дұрыс есептеуді сізге толыққанды Меруерт ханым өзі үйрететін болады, көрсететін болады. Және де бұдан бөлек сапасын дұрыс таңдай аласыз. Енді білесіздер, Қытай болғаннан кейін көбісінің ассоциация пайда болады. Бұл жерде сапасыз товарлар деген секілді. Осы жерден қалай сапалы товар таңдауға болады, яғни сапасыз товары қайсысы, остаток товар дегеніміз не, яғни скидка болып жатқан, тренд болып жатқан, яғни былайша айтқанда осындай товарлардың барлығын біле алатын боласыздар. Яғни товарда қандай товарларды алмау керек, қайсысын алуға тұрарлық, қандай заводтан алған дұрыс, яғни заводтардың өзінің рейтингтары болады. Вот соларды қалай ажырата білу керек деген секілді толыққанда біздің курстан өткеннен біле алатын боласыздар. Және енді өзімнің жасалған 7 шақтың кәсіптен алынған тәжірибемнің арқасында сіздерге мен өзімнің білімімді беретін боламын. Енді толық болмаса да барынша тырысамын. Клиент алып келу жолдарын нақты түсінетін боласыздар, қандай маркетинг құралдары болады, қандай продвижение дегеніміз не, ол мысалы қазір білесіздер көптеген курстар болып жатыр, таргетинг жайлы, біреу 50 мыңнан сатса, біреу 10 мыңнан сатып жатыр. Осының барлығын тегін береміз. Сайт жасау, чат-бот, тағысын тағы. Қосымша сіздерге бонустар беріледі, кітаптар беріледі, электронный курстар беріледі, қосымша мотивационный, психологиялық тұрғыда. Яғни кез келген бағытта біздің сауат таңдаудың білесіздер порталы бар. Сол порталда көптеген курстар мен электронды кітаптардың жиынтығы бар. Қосымша салалардың тізімі бар, бизнес идея іздесеңіздер толық процессімен жазылған. Вот соған сіздерге доступ беретін боламын.